Сәлем баршаға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын шашликтің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын, және де каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация басып тіркеліп кетіңіздер. Ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен бауырымызды тазалап жуып алатын боламыз. Бауырдың сыртындағы қабығын дәл осылай видеодағыдай етіп шешіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай алынуы өте оңай. Міндетті түрде барлық пленкасын дәл осылай алып тастау керек. Бірінші бетін тазалап алдым. Енді екінші бетінде дәл осылай қабықтарын алып алатын боламын. Бауырымызды барлық пленкаларын ажыратып алдық. Енді дәл осы көлемде осылай етіп турап алдым. Енді біз маринадтауды бастайтын боламыз. Жарты шай қасық тұз салдым. Үстінен біраз қасық майонез және де біраз қасық кетчуп салдым. Чесноктарымызды майдалап турап алып салдым. Шашликке арналған приправадан 2 ас қасық көлемінде салдым. Енді осы бауырымыздың үстінен алдын ала турап дайындап алған құйрық майымызды және жүрегімізді салып, барлығын бір келке етіп араластыратын боламыз. Егер сізде бауырды жақсы көретін болсаңыз, дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз, еш өкінбейсіз, дәмі өте керемет болып шығады. Бұл жерде мен қойдың бауырын пайдаландым. Қойдың бір бауыры кетті, және де құйрық май, қойдың жүрегін қолдандым. Осымен біздің маринадымыз дайын. Енді бұны бетін пищевой пленкамен жабамыз, және де холодильникте кемінде 2 сағат ұстайтын боламыз. Маринады қанша көп тұрса, соншалықты жақсы болады. Арада 3 сағат өтті. Біздің жақсылап маринадталып алған бауырларымызды темір таяқшаларға дәл осылай тізіп шығатын боламыз. Ең алдымен бауырымызды, құйрық майымызды және де бауырымызды саламыз. Дәл осылай барлығын салып алатын боламыз. Дәл осылай барлығын тізіп алдық. Енді мангалда қызып тұрған шотта 2 бетін жақсылап пісіріп алатын боламыз. Иісінің өзі сондай керемет. Отта піскені бізге қатты ұнайды. 2 бетін дәл осылай ауыстырып пісіріп отыратын боламыз. Бізде бауырдан болған шашлигіміз 20 минуттың көлемінде пісіп шықты. Міне біздің шашлигіміз дайын. Өте сондай керемет болып пісті. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Гүлмира Әлібайқызы. Назарларыңызға көп рахмет.